Шын Қазақстан президенті Тоқаев мырзаға, бас прокурор Асыловқа, ішкі істер министрі Саденовке, Түркістан қаласы 1-ші микрорайон 28-ші үйдің 35-ші пәтерінің тұрғыны Мелдебекова Гүлжамал, мен сіздерге өтініш хатым 21-ші жылы Түркістан қалалық әкімшілік тұрғын үй қызметкерлері келіп, донды ремонт жасайтындығы жайлы жиналыс жасап айтқан болатын. Сол кезде бізге келіп жиналыс жасағандығы жайлы хаттама қол қоюымызды айтты. Содан біз тек жиналысқа қатысқанымыз жайлы қол қойдық. Келісемін деп жазған жоқпыз. Жиналыс болмай келісемін деп қол қойған жоқпыз. Мынаның ішінде мына келісем деген бәріміздің қолымыз емес, мынадағы бәріміздің қолымыз емес. Мына келісем деген жазудың бәрі бір адамның қолы. Біз бүйтіп келісем деп вообще не алған жоқпыз. Жиналысқа қатысқанымыз үшін мен өзім қол қойғаным бар, иә. Бірақ та мына келісем деген сөзді не алған жазғанымыз жоқ. Біз келісеміз деп вообще жазғанымыз жоқ. Бәріміз де келісеміз деп жазғанымыз жоқ. Я жиналыс болмай тұрып бұл ремонт жайлы естіп, біз ұжым болып Түркістан облыс әкіміне, президент аппаратына ремонт керек емес. Бізде көпшілік зейнеткерлер, көп балалы жалғыз басты аналар тұратын жайлы көрсетіп, арыз түсірген болатынбыз. Сонда да тыңдамай келіп ремонт жасады. Содан бері неше рет шағым түсірдік. Содан бері 21-ші жылдан 24-ші жылы қазан айына дейін еш қандай ремонтқа ақша төлеу керектігі жайлы түбіртек келген жоқ болатын. Сол үшін біздің арызымыз қаралып нәтижесі болған екен деп ойладық. Алайда қалалық әкімнің жеке қабылдауында 25-ші жылы қаңтар айында болған кезде біздің қолымызға хаттама көшірмесін берген болатын. Сол кезде біздің атымыздан келісемін деген сөзді жазғанын көрдім. Анықтап қаралса бір адамның жазғаны байқауға болады. Бір адамның келісем деп жазғаны байқауға болады. Және бұл үйде мүлдем тұрмайтын, жиналысты көрген емес адамдардың да атында аты жөні жазылып, қол таңба қойылған. Сол адамдарды шақырып анықтағанда ешқандай да жиналысқа қатыспағандықтары жайлы айтып, содан Түркістан қалалық прокуратураға арыздандық. Прокуратура полиция басқармасына жолдаған болатын. Содан полиция қызметкерлері келісемін деген жазуға жиналысқа қатыспаған тұрғындардың барлық жазуларына бізден қол таңба жазуымызды 20 парақтан және өзіміз бұрынғы жазылып жүрген 25 жыл бұрын жазылған қол таңбаларымызды, жазуларымызды ұсындық. Содан Қызылорда облыстық сот сараптама орталығы тағайындалды. Ол жақта да сарапшы екі ай ұстап анықталмады деп қайтарылды. Қазіргі таңда Шымкент қалалық сот сараптама институтына тағайындаған болатын. Алайда сот сараптама институты қызметкерлері қайта қаулы қайтарып жатыр екен. Менің айтарым, бұл істің шешімі табылмай созбалыққа салынып жатқан Түркістан қалалық әкімшілігінің қызметкерлерінің ықпалы тиіп жатқан шығар деп ойлаймын. Сіздердің сұранамын, осы сараптама қорытындысы заң ретінде шешімін тауып үшін қадағалап бізге көмектесулеріңізді, анық-қанығын осының түбірді шешіп берулеріңізді сұранамыз. Біздің қолымыз емес келісем деген. Біз ремонтқа вообще қарсы болғанбыз. Біз жалғы басты қартаң адамбыз. Олар тыңдамай келіп жасағаннан кейін осындай нәтиже болып тұр. Біз жиналысқа қатыстық деп қол қойдық, ал келісем деген жазды біз жазбағанбыз. Бәріміз жазбағанбыз. Bir адамның қолы екені көрініп тұр ғой, айдан анық. Осы мен сіздердің осы жоғары отқан осы атылған үлкен мырзаларды мен өтінерім осы, көмектесіңіздер.